Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ашытқысыз тез дайындалатын 7 шелпектің видеосымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бір кесе жылы суға жарты шай қасық содамызды салып араластырып, үстіне кішкене тұз, бір шай қасық құм шекерді салып ерітіп аламыз. Үстіне бір кесе жылы сүт құйып, аз-аздан ұн салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға кішкене жабысып тұру керек, жұмсақ болу керек. Қатты болса, шелпек өте қатты болып қалады. Қолға жабысатын болса, осындай сұйық майымызды кішкене қолымызға құйып алып, қамырымызды қайтарып илеп, бетін жауып, жылы жерге 10 минут 20 минутқа қоямыз. Шелпегімізді сол арада тағы бір илеп қайтарып қойсаңыз, қамырыңыз июі қанып, өте әдемі болып тұрады. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөліп, 2-ге бөлген қамырды 7-ге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей бірінші үлкен 3 бөлікке бөлеміз. Екіншісін тағы да үлкен 3 бөлікке бөліп, көздің жобасымен екеуінен қалған 2 кішкентай бөлікті қосып, 7 штук шығарамыз. Бұл жерде сіздің пісіретін табаңызға байланысты, егер табаңыз үлкен болса, осындай 7 бөлікке бөлсеңіз болады. Қазір жайған кезде бұл үлкен болады, домалақтығы. Егер табаңыз кішкентай болса, диаметрі 10, 11, 12 бөліктерге бөліп тастау керек. Пісірген кезде табаңызға симай қалуы мүмкін. Осылай домалақтап, жылы жерге жауып қоямыз, майлықтың үстіне. Шетінен алып, жақсылап шелпегімізді жая бастаймыз. Міндетті түрде бетін жақсылап жабыңыздар, кеуіп қалмас үшін. Видеодағыдай шелпекті шетін жақсылап жаю керек. Болмаса шеті қалың болып қалып, шикі болып қалуы мүмкін. Айналдырып отырып, шетін жаямыз оқтаумен. Осылай айналдырып отырып, шетін жайып, шелпекті бір тегіс етіп, домалақ етіп шығарамыз. Көп ұн себудің қажет жоқ. Өйткені майымыз ұн қарайып кетеді. Майымызда ұнымыз қарайып кетеді. Жақсылап жайып алған соң шеттерін осылай барлық жермен оқтауды басып, тегістеп аламыз. Міне, жұқалығы осы видеодағыдай болу керек. Қалың емес, қатты жұқа емес, орташалықта. Мына жерде мен жаңағы пісіретін ыдысыңызға байланысты домалақтап бөліңіз деп түсіндіріп айтып жатырмын. Әйтпесе ыдысыңызға сыймай қалады. Ыдысыңыз кішкентай болса, 10-11 бөліктерге бөліп тастау керек.
астына мата төсеп жайған шелпегімізді қатарластырып қоя береміз. Бетін жауып отыру керек, беті кеуіп қалмас үшін. Барлық шелпегімізді осылай жайып аламыз. Міне осылай қолмен үлкейтіп алса да болады. Жаюға өте ыңғайлы болады. Оқтаумен шетін басамыз. Айналдырып отырып, шеттерін басып, үлкен шеңбер болады. Қатты қызып тұрған майға беті көтеріліп, осындай көпіршіктер сияқты пайда болған кезде арғы бетіне аудара беруге болады. Жобамен 3 секундтай қатты қып-қызыл қылып қуырудың қажет жоқ. Бұл солтүстікте шелпекті осылай пісіреді. Оңтүстікте ашытып, қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Ал солтүстікте осылай аппақ қылып пісіріп алады. Шикі болмайды, пісіп шығады, жұмсақ болады. Шайдың алдында тез дайындап жіберуге болады. Құран оқытардың алдында бейсенбі күндері осылай тез илеп, тез пісіріп, Құран оқып жүргенге өте ыңғайлы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.